Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай сосиски тесте жасаймыз. Ең алдымен қамырына кірісеміз. Бізге жылы сүт керек. Жылы сүтке 2 шай қасық шекерімізді саламыз да, дрожжиді салып, араластырып, және сұйық майымызды құямыз. Сұйық майды құйып болған соң, біз ұнымызды алып, 3-4 бөлікке бөліп салып, араластырып тұрамыз. Енді тұзымызды салып, қалған ұнымызды салып, қамырды жасап аламыз. Міне қамырымызды илеп болдық. Енді оны 1-1,5 сағатқа жібереміз. Қамырымыз дайын болды. Енді қолымызды майлап аламыз да, қамырды дастарханға қойып жаямыз. Бізге ұнның қажеті болмайды. Егерде қолыңызға жабысып жатса, шамалы сұйық майдан құйып жіберсеңіз болады қолыңызға. Енді оқтауды алып, 3-4 мм шамасында осылай жайып аламыз қамырды. Видеода көрсетілгендей осылай кесіп, сосискамызды алып, барлығын орап шығамыз. Сосискамыздың барлығын орап шықтық. Енді жұмыртқаның сарысын алып, барлығына жағып шығамыз. Енді әрқайсысына күнжітімізді сеуіп шығамыз. Духовкаға 180 градусқа 30 минуттап жібереміз. Міне біздің сосискамыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.